Сәлем, құрметті түлектер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Ньютон заңдары деп аталады. Яғни бүгінгі сабағымызды біз Ньютонның 3 заңына арнайтын боламыз. Ең бірінші біз Ньютонның бірінші заңына тоқталып өтейік. Ньютонның бірінші заңы бойынша инерциалдық санақ жүйесінде денеге әсер ететін күштердің мәні 0-ге тең болса, не болмаса әсер ететін күштер бір-бірін теңестіретін болса, онда дене өзінің бір қалыпты қозғалысын жалғастырады, не болмаса өзінің бастапқыдағы тыныштық күйін сақтайды деп тұжырымдалады. Бұл дегеніміз, демек бір дене болса, және оған әсер ететін күштер 0-ге тең болса, яғни ешқандай күш әсер етпесе, онда ол өзінің тыныштық күйін сақтайды, яғни бастапқыда ол тыныштықта тұрған болса, ол өзінің тыныштық күйін сақтайды. Яғни жылдамдығы бар және бір қалыпты жылдамдықпен қозғалып келе жатқан болса, және оған ешқандай күш әсер етпейтін болса, онда ол сол бір қалыпты қозғалысын жалғастырып кете беретін болады. Не болмаса, оған әсер ететін күштер бір-бірін теңестірсе дейді. Яғни мына жақтан бір F1 күш әсер ететін болса, және мына жақтан F2 күш әсер ететін болса, және олардың бағыттары қарама-қарсы және бір-бірін теңестіретін болса, яғни бір-бірін теңгеретін болса, мысалы мына жақтан 10 ньютон күшпен тартсақ, онда мына жақтан да тура сондай 10 ньютон күшпен тартатын болсақ, онда денеміз не істейді? Қозғалмайды, ол бастапқыда тыныштықта тұрған болса, онда біз мына жақтан 10 ньютон, мына жақтан 10 ньютон күшпен тартатын болсақ, онда ол бәрібір бастапқыдағы орнында тыныштық күйінде қала береді. Не болмаса, ол бастапқыда қозғалып келе жатқан болса, яғни белгілі бір жылдамдықпен қозғалып келе жатқан болса, және оның жылдамдығы тұрақты болатын болса, онда оған әсер ететін күштер бір-бірін теңестіретін болған жағдайда, онда ол бәрібір сол бір қалыпты қозғалысын жалғастыра береді екен. Және осы заң Ньютонның бірінші заңы деп аталады, не болмаса инерция заңы деп аталады. Сонымен қоса мен жаңа сендерге айтып өттім, инерциалдық санақ жүйесінде деп айтып өттім, Инерциалдық санақ жүйесі деген не ол? Инерциалдық санақ жүйесі дегеніміз Ньютон заңдары орындалатын санақ жүйесін айтады екенбіз. Не болмаса санақ жүйелері бір-біріне қатысты бір қалыпты қозғалса, не болмаса тыныштықта тұратын болса, онда осындай санақ жүйелерін біз инерциалдық санақ жүйесі деп айтсақ болады екен. Ал енді келесі Ньютонның екінші заңы. Ньютонның екінші заңының математикалық өрнегі мынандай түрде жазылады. Яғни белгілі бір массасы m денеге белгілі бір f күшпен әсер ететін болсақ, онда ол белгілі бір a үдеумен қозғалады дейді. Не болмаса, дененің алатын үдеуі оған әсер ететін күшке тура пропорционал, ал оның массасына кері пропорционал деп тұжырымдалады екен. Сонымен қоса ескере кететін тағы бір жағдай, мына жердегі F деген ол тек бір ғана күш емес. Мына жердегі F ол тең әрекет күші. Яғни денеге әсер ететін тең әрекет күшінің мәні 0-ге тең болмаған жағдайда, онда массасы m денеміз белгілі бір a үдеумен қозғалады дегенді білдіреді екен. Мысалы, мынандай жағдай болуы мүмкін. Мына дене былай қарай белгілі бір F күштің әсерінен, F тарту күшінің әсерінен қозғалып бара жатсын делік, және ол мысалы жолдың үстімен сырғанап бара жатсын деп ойлайық. Және оған қандай күштер әсер етеді? Бізге оған тік төмен қарай mg ауырлық күші әсер етеді, және тік жоғары қарай n реакция күші әсер етеді. Сонымен қоса оның қозғалыс бағытына қарама-қарсы бағытта үйкеліс күші әсер ететін болады. Енді бұған қарап отырсақ, бізге денеге мынау және мынау 4 күш әсер етіп тұр. Және осы күштердің барлығын векторлық түрде қосатын болсақ, онда бізде мына тең әрекет күшін береді екен. Енді осы күштердің бәрін векторлық түрде қосып шығатын болсақ, біздегі мына тең әрекет күшін береді екен. Енді біз мына жердегі 4 күшімізді мына күштің орнына қалай қоюға болатынын қарастырып көрейік. Мысалы, денеге мынандай координата жүйесін сызайық. Мынау x осі, мынау y осі болсын. Енді бізде x осі бойымен қандай күштер әсер етіп жатыр? Бізде x осі бойымен мына бағытта тарту күші және үйкеліс күші әсер етіп жатыр, Біздегі тарту күші әсер етіп жатыр. Және оған қарама-қарсы бағытта үйкеліс күші әсер етіп жатыр. Және одан алып тастайын үйкеліс күші. Оның алдындағы таңба минус болсын. Себебі x осі бойына қандай бағытталған? Қарама-қарсы бағытталған. Мысалы, тарту күші x осі бойымен бағытталып жатыр, ал үйкеліс күші x осіне қарама-қарсы. Сол себептен мен мында алу таңбасын қойып жатыр. Және осы екі күштің әрекетінен массасы m денеміз белгілі бір a үдеуімен қозғалатын болсын. Ал енді үйкеліс күшін қалай тапсақ болады? Үйкеліс күшін біз үйкеліс коэффициентін реакция күшіне көбейту арқылы табатын едік. Ал реакция күші мына жағдайда денеге әсер ететін ауырлық күшіне тең болады екен. Ендеше n тең болады mg деп жазып қояйық. Ендеше мына формуланы мен үйкеліс күші тең болады μ
mg деп жазсам болады екен. Ендеше мен мына жердегі формуламды не болса мына теңдеуімді F тарту күші алынған мынадай түрде жазсам болады екен. Демек бізде мынауда Ньютонның екінші заңы болып табылады екен. Мысалы, мына формуланы біз есеп шығаруда қолдансақ болады. Ал жалпы түрде ол мынандай түрде жазылады. Яғни денеге әсер ететін тең әрекет күшінің мәні 0-ге тең болмаған жағдайда массасы m дене белгілі бір a үдеумен қозғалады екен. Ал енді келесі Ньютонның үшінші заңы. Ньютонның үшінші заңына тоқталмас бұрын біз мында қарап отырайық. Мында қарайтын болсақ, дененің үдеуі оның массасына қандай болып тұр? Кері пропорционал болып тұр, Және осыған сүйеніп біз мынандай теңдеу жасақ болады. Бірінші дененің массасы екінші дененің массасынан қанша есе үлкен болатын болса, онда екінші дененің алатын үдеуі бірінші дененің алатын үдеуінен сонша есе үлкен болады екен. Ал енді біз мына жерден мынандай пропорция жасайық. Пропорция жасайтын болсақ, масса 1 көбейтілген үдеу 1 тең болады минус масса 2 көбейтілген үдеу 2-ні береді. Мына жердегі минус таңбасы ол екі дене бір-бірімен әсерлескен жағдайда, яғни массасы 1 және массасы 2 денелер бір-бірімен әсерлескен жағдайда, олардың үдеулерінің алатын бағыттарының бір-біріне қарама-қарсы болатынын білдіреді. Яғни біреусінің жылдамдығы артып жатса, екіншісінің жылдамдығы кемейді дегенді білдіреді. Ал енді осы жердегі m1 және a1 деген нені білдіреді? m1 және a1 дегеніміз ол күшті білдіреді ғой. Демек мен m1 a1-дің орнына f1 деп жазып қояйын. Тең болады минус таңбалы m2 a2 деген ол f2-ні береді. Және мынау бізде Ньютонның үшінші заңы екен. Ал енді Ньютонның үшінші заңының тұжырымдамасын айтатын болсақ, бір дене екінші денеге белгілі бір f1 күшпен әсер ететін болса, онда екінші дене тарапынан бір дене екінші бір денеге белгілі бір f1 күшпен әсер ететін болса, онда екінші дене тарапынан бірінші денеге дәл сондай f2 күшпен әсер етеді, мәні тура сондай f2 күшпен әсер етеді, бірақ оның бағыты бірінші дененің әсер ететін күшінің бағытына қарама-қарсы болады екен. Яғни мындағы минус таңбасы мына екі күштің бағыттарының қарама-қарсы болатынын білдіреді. Мысалы, мынандай жаңағындай сурет салып қояйық. Мысалы, мына денені былай қарай f күшпен тартатын болсақ, онда оның қозғалыс бағытына қарама-қарсы бағытта үйкеліс күші әсер ете бастайды. Мысалы, мына дене мына жердегі тірекке mg ауырлық күшімен әсер ететін болса, онда оған қарама-қарсы бағытта тіректің тарапынан жоғары қарай n реакция күші әсер етеді екен. Демек қарасақ, мына күшке қарсы мына күш пайда болады, ал мына күшке қарсы мына күш пайда болады екен. Яғни мына дене мына тірекке белгілі бір mg күшпен әсер ететін болса, онда осы тірек тарапынан денеге n реакция күші әсер етеді. Яғни кез келген күшке қарама-қарсы бағытта жұп бола алатын екінші күш табылады екен. Мысалы, бізге мынандай бір мысал берілген болсын. Масса 1 бізде 20 кг дене болсын, және оған f1 күш әсер етсін, және сол күштің әсерінен ол 2 метр бөлінген секунд квадрат үдеумен қозғалсын деп ойлайық. Және дәл осындай күшпен масса 2 10 кг денеге әсер ететін болсақ, онда ол қандай үдеумен қозғалатынын анықтауымыз керек. Енді мен жаңа айтып өттім, масса 1, яғни 20 кг денеге белгілі бір күшпен әсер етсек, ол 2 метр бөлінген секунд квадрат үдеумен қозғалады дедім. Енді дәл осындай күшпен масса 2 10 кг денеге әсер етсек дедік. Яғни мынаған әсер еткен күшіміз мынаған әсер еткен күшке тең болады екен. Яғни екі күш бір-біріне тең болады екен. Демек, күштеріміз бір-біріне тең болса, онда бірінші күшімізді m1 a1 деп табам, ал екінші күшімізді m2 a2 деп табам. Және осы жерден a2-ні табатын болсақ, үдеуіміз 2-ні табатын болсақ, екінші үдеуіміз тең болады m1 a1 бөлінген m2-ге тең болады екен. Ендеше a бізде a2. m1 20 кг көбейтеміз, a1 2 метр бөлінген секунд квадрат. Бөлеміз 10 кг. Килограмдар қысқарады. Мына екеуін қысқартсақ болады, мұнда 2 қалады. Сонда үдеуіміз 4 метр бөлінген секунд квадрат шығады екен. Ал енді келесі, мынандай бір дене берілген болсын. Массасы 4 кг деп алайық. Және оған бізде мынандай күштер әсер еткен болсын. Мына бағытта f1 күш әсер етсін, және мына бағытта f2 күш әсер етсін деп ойлайық. Және f1 және f2 күштердің мәндерін берейік. Екеуі бір-біріне тең болсын деп ойлайық. 20 ньютон болсын деп ойлайық.
мына жаққа 20 ньютон күшпен және мына жаққа 20 ньютон күшпен тартып жатырмыз. Ендеше оған әсер ететін тең әсерлі күш қалай болады деп ойлайсыңдар? Яғни мына екі күштің орнын қандай бір ғана күшпен ауыстыруға болады? Яғни тең әсерлі күш дегеніміз денеге әсер етіп жатқан күштердің орнын ауыстыруға болатын бір тал күшті айтамыз. Яғни тең әсерлі күш деп денеге әсер етіп жатқан күштердің орнын ауыстыруға болатын бір тал күшті айтамыз. Яғни мына екі күшті қандай күштің орнымен ауыстыруға болады? Не болмаса тең әрекет күші қалай қарай бағытталады? Әрине тең әрекет күші бізде былай қарай бағытталатын болады. Және оны мен F деп белгілеп қояйын. Және Ньютонның екінші заңы бойынша тең әрекет күші бізде дененің массасы мен оның алатын үдеуіне көбейтіндісіне тең болады екен. Және біз осы жерден дененің үдеуін табайық, мына теңдеуден есебімізден. Және мына жерден дененің үдеуін табатын болсақ, оған әсер ететін тең әрекет күшін оның массасына бөлуіміз керек. Ал енді осы жерден тең әрекет күшін қалай тапсақ болады? Мен былай істесем болады. Күш деген ол қандай шама? Күш деген бізде векторлық шама. Ал векторлық шама дегеніміз ол сан мәнімен қоса оның бағытында ескеруіміз керек екен. Яғни векторлық шамалардың бағытын ескеруіміз керек болады. Және векторлардың тағы бір қасиеті, оларды өзіне параллель орын ауыстырсаң, олардың мәні өзгермейді. Демек мен мына күшті, F2 күшті мында орын ауыстырсам болады екен. Және мен мында сызып қояйын. F2 рет сызып қояйын. Ендеше мындан мынандай үш бұрыш шығып тұр, иә? 4 тік бұрышты үш бұрыш шығып тұр, және мына жеріміз бізде тік бұрыш екен. Ендеше F1 күшіміз катет, F2 күшіміз катет. Ал мынау тең әрекет күшіміз не болып тұр? Гипотенуза болып тұр. Тең әрекет күшті, яғни гипотенузаны табу үшін екі катетті квадраттап қосып түбірден шығаруымыз керек, иә? Яғни Пифагор теоремасы бойынша F1-дің квадраты қосамыз F2-ның квадраты. Тең болады F1-іміз бізде 20 ньютон. 20 ньютонның квадраты 400 болады. Қосамыз F2-де тура сондай. Оның да квадраты 400. Яғни бізде F тең болады екен. Түбірасында 800 болады екен. Ньютон болады екен. Және енді 800-ді мен 400 көбейтілген 2 деп алайын. Және осы жерден 400 түбірден шыға алады. Және ол 20 болып шығады. Бұнда 20 түбірасында 2 ньютон қалады екен. Ендеше мен мында қояйын орнына. Тең әрекет күшіміз 20 түбірасында 2 ньютон болды. Бөлеміз, массамыз 4 килограммға. Сонымен үдеуіміз тең болады екен. Мына екеуін қысқартайын. Сонда 5 түбірасында 2 ньютон бөлінген килограмм. Не болмаса метр бөлінген секунд деп те алсаңдар болады. Ал балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Келесі сабағымызда осы тақырыптарға тереңірек есептер шығаратын боламыз. Сол себепті келесі сабақты жіберіп алыңдар.